Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен творожный пирог жасайтын боламыз. Видео рецепті соңына дейін қараңыздар. Келесі видео рецепті жоғалтып алмау үшін міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып, шекерімізді салып, жұмсақ майымызды салып, миксердің көмегімен 3-4 минуттай миксерлейтін боламыз. Електен өткен ұнымызға қопсытқышты араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Салмасын жасайтын боламыз. Құрғақ ыдысымызға сүзбемізді салып, 2 жұмыртқамызды жарып, шекерімізді салып, ванилин, 2 ас қасық манная күрпамызды салып, блендердің көмегімен жақсылап езіп, араластыратын боламыз. Салмамыз, яғни начинкамыз дайын, осындай консистенцияда шығады. Алдын ала форма жасап алдым. Дайын болған қамырымызды жайып, жан-жағына бортик жасайтын боламыз. Бортигімізді вилканың көмегімен тегістеп аламыз. Салмамызды саламыз. Әсемдік үшін замороженный вишня пайдаландым. Ол міндетті емес. Қызып тұрған пеште 150 градуста 60 минуттай пісіріп аламыз. Творожный пирогымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Дина, назарларыңызға рахмет.